Егер қорқыныш адам болса, онда сіз одан не үшін қорқар едіңіз? Осы жайлы білу үшін Сефер қарап, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Қорқыныш деген ол маза кету, құттың қашуы, түрдің бозаруы болып саналынады. Қорқыныш сезінген кезде алдымен соның себебін анықтауға тырысыңыздар. Бірдеңеге жетпей қаламын, алып қояды, тастап кетеді. Қайсысы? Ал сіздер қорқыныштың орындалып кететін қасиеті бар екенін білдіңіздер ме? Бұны жалпы арманды орындауға қалай қолданамыз? Оны осы эфирдің соңында айтатын болам. Мен білгемін осылай боларын. Я знала, что так будет! Деп айтатын адамдарды естіген шығарсыздар. Бұл сөздер осыған дәлел. Негізі адам ең алдымен елестетеді, фантазировать етеді, содан кейін қорқады. Яғни ол қорқынышты өзі жасап алып отыр. Ол жоқ. Бұл қорқыныштың қасиеті ол санаңызбен жүрегіңізді жаулап алады. Содан кейін ол әрине орындалады. Жалпы қорқыныштан құтылудың ең оңай бір әдісін айтқым келіп тұр. Сіз неден қорқып тұрсыз? Әр қорқынышпен бөлек-бөлек жұмыс жасайсыз, белгілі бір қорқынышыңыз, мысалы кредиттен қорқасыз. Кредит сізге адам болып келді деп ойлаңыз, дәл қарсы алдыңызда тұр. Сіз оның бетіне, көзіне тіке қарайсыз, жай ғана «И чё?» деп айтасыз. Болды. Сіз шын мәнінде солай жасап көріңізші. Сіздің бойыңызда да, ойыңызда да ешқандай қорқыныш болмайды. Сондай қасиеті бар. Ал не істей аласың деп айтыңыз. Егер ешқандай иллюзиясыз реально қарап сөйлесек, онда сіз жоқ дүниемен, жоқ нәрсемен күресе алмайсыз. Ал сіз сол жоқ дүниемен күресіп әлексіз. Әлі ештеңе болған жоқ, бірақ сіз барлығын ойластырып қойдыңыз ғой, осылай болады деп. Сол арқылы сіз жай ғана қорқып жүресіз. Ақымақтық емес пе? Осыдан қорытынды, қорқыныш тек қана ойда. Егер сенбесеңіздер, кезінде сізді қорқытқан қорқыныштарды есіңізге алып көріңіздерші. Олар орындалды ма? Олардың орындалуы қазір де екіталай. Ол қорқыныштар тек қана сіздің воображенияңызда, ойыңызда, санаңыздың түбінде. Адамдардың түсінбейтініне таңғаламын. Қорқыныш ол тек қана ойда. Яғни сіз жоқ нәрсені ойлап қорқасыз. Ол жоқ қой өміріңізде. Және де естеріңізде болсын, оның 99,9% орындалмайды. Яғни мен қорқатын адамдарды былай қараймын. Ол кісілер өзінің санасына әлгі фильм ужасов дейді, ол қорқынышты кинолар түсіріп тастайды. Сөйтіп соны көріп қорқып отырады өзіңіз. Оған бірақ ешкім көр деп жатқан жоқ. Оның сол қорқынышты киносын ешкімде қарамайды. Сондықтан мен айтамын үнемі. Ең алдымен сіз өте позитивті фильм түсіріп көріңіз санаңызға. Ол қандай да 5 минут болуы мүмкін. Комедия жанрында түсіріңіз, махаббат хикаясы, триллер түсіріңіз. Бірақ әрине оның барлығы орындалып кетеді деп айтып жатқаным жоқ. Алайда сіздің жаныңыз тынышталады, жүрегіңіз қорықпайды, алаңдамайды, санаңыз дабыл қаққан қорқыныштан арылады. Жақсы сөз жарым ырыс болса, жақсы ойда, ол да бір жарым ырыс деп ойлаймын. Сондықтан сөзіміз бен ойымыз нақты сай келетін болса, онда барлығы өз қалпына түседі. Ал енді өте бергенде қорқыныш қалай армандарыңыз орындайды, сол жайлы айтамын. Эзотерика ғылымында өте бір керемет әдіс бар. Нағыз осы күн батқан кезде түнде өзіңіздің қалайтын армандарыңызды ойлап, ой, маған осындай керек емес деп айтасыз. Мысалы да, егер сіз бір нәрсені қатты қаласаңыз, соны түнде ойлап, осылай болмай ақ қойса екен, мен қаламайтын едім деп айтасыз. Сол кезде орындалады дейді. Сонымен қатар эзотерика бойынша қатты бір қобалжып тұрасыз ғой. Енді өзіңізді қоярға жер таппай тұрған кезде мына әдіс сізге көмектеседі, яғни тынышталуға. Мына 4-ші саусағыңызды тізеңізге қойып, одан кейін сол тізеңізден маңдайыңызға деген өте баяу көтересіздер. Өте баяу көтеріп, былай маңдайға тигізесіздер. Сосын қайтадан обратно кетесіздер. Бірақ өте баяу түсіп, қайтадан тізеңізге тигізесіз. Осылай 4-5 рет жасайсыздар. Сол кезде сіздің миыңыз, санаңыз жалпы тревога дейді ғой. Сонда бір алаңнан дабыл қаққан
алаңнан құтылады. Ендеше сіздердің жүректеріңіз тыныш болсын деп тілеймін. Қысқа ғұмыр ішінде қорықпай өмір сүрулеріңізге тағы да тілектеспін. Аман болыңыздар, арнаға тіркеліп қойыңыздар, мені қолдап жіберіңіздер, сау болыңыздар.